Кім білген? Өз басым Сәбеңді ақымақ адамдардың да, алаяқ адамдардың да қатарына қоса алмаймын. Ол тегін тұлға емес. Қанша нәрсеге араласып, қанша нәрсені бүлдіргенін білмеймін. Әйтеуір, ол да өз заманының дерменінен өтті. Сырттай байқалмағанмен іштей зардабын шекті. Рас, Сталин өліп, мемлекет басына Хрущев тәрізді нақұрыс келіп, демократияны жақсы көргендіктен емес, Сталинді жек көргендіктен тоталитаризмнің тамырына балта шапты. 30-шы жылдары жазықсыздан жазықсыз жазаланған ақын жазушы айдаудан қайтты. Аз уақыт болса да саяси өмірде күн жылынғандай болды. Илья Еренбург сол кезді пайдаланып, оттепель атты шығарма жазды. Заман да сол туындының атымен жылымық заман аталды. Бұл көп адамға жаққан жоқ. Көп адамға көп нәрселер үшін жауап беруге тура келді. Соған шыдамай дәл сол тұста болмағанмен, сәл кейінірек Александр Фадеев өз саяжайында оңаша жатып атылып өлді. Міне осы тұста Сәбең өмір мектебінің 3-ші кітабын, яки есею жылдарын жазды. Бірінші болып көркем шығармада Голощекиннің саяси бейнесін жасады. Бірақ ол кітаптың өзі біреуге ұнағанмен біреуге ұнамады. Марксизм-ленизм институтына рецензияға берілді. Бірнеше күн бойы жазушылар одағының президиумында талқыланды. Қаламдастар өзара бет жыртысуға шейін барды. Мен өзім сол жиналыстардың бәріне де қатынастым. Ол кезде мен Жұлдыз журналында бас редактор орынбасарымын. Президиум мәжілісіне міндетті түрде қатысамын. Сондай көп отырыстардың бірінде есею жылдарын талқылау үшін президиум мүшелері түгелдей жиналып, мәжіліс басталғалы жатқанда, Сәбең қып-қызыл болып орнынан тұрды да, жолдастар деді. Тоқтатыңдар мына жанжалды. Сәбит Мұқановтың көрген құқайы болған емес. Менімен айтысқан қазақтың оңғаны жоқ. Тоқтат Ғабиден. Дәл осы кезде Ғабиден ақсақал аузына насыбайын салып, тілінің астына басып, рахаттанып отырған. Өзі қызыл адам одан бетер қып-қызыл болып шыға келді. Сұқ саусағын тілінің астына жүгіртіп, сілемей насыбайды тез шығарып, жаюлы жатқан бір газетке былш еткізді. Сосын, «Әй, Сәбит, мен де сенің құқайыңнан қорықпаймын. Шындуайтқа келгенде, мен сені жіберемін» деді анайы түрде. Әкемдей адамдардың әулие тұтып жүрген классик жазушылардың аузынан мынадай нас сөздер шығады екен деп кім ойлаған. Жерге кіріп кете жаздадым. Есікке жақын жерде отыр едім, оп-оңай шығып кеттім. Не көрсем де, не естісем де отыра беруім керек еді. Шығып кеткеніме артынан қатты өкіндім. Қазақта бұрын-соңды деген сөз бар. Соның екінші сыңарын алып тастап айтар болсақ, бұрын Қазақстанда Қонаевтай жайлы басшы болған жоқ. Бірақ сол жайлы Димекең Сәбит Мұқанов үшін жайлы бола қоймаған сияқты. Біз бәріміз де пендеміз. Сондай бір пенделігі ұстаған сәтте партия пленумының мінбесінде тұрып, Қонаевтың адресіне салмағы бір пұттық мешок обещаний деген ауыр сөзді лақтырып жіберсе керек. Негізінен табиғаты жұмсақ биязы басшы ол үшін Сәбеңнің соңына түсіп қуалай қойған жоқ әрине. Сәбең бұл сөзді айтқан кезде Димекең министрлер кеңесінің төрағасы ғана болатын. Жазушы ағамыз Қонаевты республиканың бірінші басшысы болды деп ойлайды дейсіз бе? Әлде болмаған дұрыс деп ойлады ма, кім білген. Қалай болған күнде де айтылар сөз айтылды. Қайталап ескертсем, Димекең ол үшін Сәбеңнің соңына түсе қойған жоқ. Психологиялық тұрғыдан түсінер болсақ, Сәбеңді қудалаған Сәбеңнің өз сөзі. Басқалар ұмытса да, оны Сәбеңнің өзі ұмыта алмады. Тіпті өзін-өзі кешіре алмады. Оның үстіне есею жылдарының төңірегіндегі әдеби айқас 60-қа келген Ақбас ағамызды титықтатып жіберді. Сөйтіп жүріп Сәбең мүшел тойын өткізді. Жазушы ретінде, әсіресе пенде ретінде үкіметінен, партиясынан үлкен сый марапат күтті. Ашып айтар болсақ, еңбек ері деген атақтан дәметіп қалды. Ол дәметудің де өзінше логикасы барды. Бірақ логика жұмыс істемеді. Пенделікке пенделік қарсы тұрды. Сәбең алтын жұлдызсыз қалды. Оның орнынан бұрын алып жүрген Ленин ордені басты. Қазақстанның аға жазушысы үшін
той ойдағыдай өтпеді. Той демекші сол тойға мені де шақырды. Бұл сәбеңнің мені елегені, ескергені еді. Бірақ мен балалық жасап сол дастарханға бармай қалдым. Ол кезде менің өзім жасап алған темірдей тәртібім бар еді. Сонымен жатып сонымен тұратынмын. Жұмыс аяқталар аяқталмастан үйіме жетуге тырысатынмын. Жеңіл-желпі тамақтанып алып бірер сағат қалғығанға үйренгенмін. Содан түннің бір уағына дейін қозғалмай жазу үстелінде отыратынмын. Ой орманы мен дала дидары темір тізгіннің арқасында дүниеге келгенді. Сәбең дастарханына бармай қалғанымды сондықтан еді. Мен ол кісінің басты қонағы емеспін, ізде қоймас деп ойладым. Мен солай ойлағанмен Сәбең олай ойламапты. Бір кездескенде Қадыр, сен тойға неге келмедің деді. Мұндай әңгіме болады деп ойламаған сорлы басым, сәті болмай қалды Сәбе дедім. Ол басын шайқады. Сәбең жарықтықтың 40 жылға жуық тарта әдеби қоғамдық өмірінде араласпаған шаруасы, белсенділік көрсетпеген жері жоқ. Соғыстан, Ұлы Отан соғысынан кейін, әсіресе 50-ші жылдардың басында ұлтшылдық деген ескі тақырыпты қайта жаңғыртып, қазақ интеллигенциясына тағы қара бұлт төне бастағанды. Күнде жиналыс, күнде талқы. Жиынды басқарып отырған Сәбең ет қызуымен Кенесарыға байланысты 9-шы сыныпқа арналған әдебиет оқулығына тиіседі. Қатты сын айтады. Сонда алдыңғы қатарда отырған бір азамат шыдамай, Сәбе, сол оқулықты өзіңіз біреулермен бірігіп жазған жоқ бедіңіз деді. Солай ма еді? Осы менің де араласпайтын шаруам жоқ деп Сәбең сылқ етіп отыра кетті. Шынында да Сәбең араласпаған шаруа болмаған сияқты. Сәбең өзі араласпайын десе де басқа біреулер оны араластырмай қоймайтын. Бірде Әбділда ағамыз диссертация қорғайды дегенді естіп академияға бардық. Соның алдында ақын Әбділданың өмір және поэзия деген үлкен кітабы жарық көргенді. 4-5 ай бұрын Сәбит Мұқановтың Қазақ әдебиеті газетінде ол кітап туралы көлемді сын мақаласы жарық көрген болатын. Әбділда сөйлеп болғаннан кейін мінбеге Сәбең шықты. Қасымда отырған жолдасыма, көрде тұр қазір Сәбең сояды дедім, сенімді түрде. Өйткені қазақ әдебиетіндегі мақаласында Сәбең 1-ші, 2-ші, 3-ші, 10-ші деп қойып, біраз кемістіктерін батыра айтқанды. Енді солардың бәрін түгелдей сызып тастап, жетістіктерін ғана айтып шықты. Аң-таң болдым. Мұнысы несі деп ойладым. Сөйтсем, кейінірек естідім, Әбділда Тәжібаевтың өмір және поэзиясы Мұхтар Әуезовке ұнамайды. Диплом жұмысының деңгейінде деген сөзді айтып қалады. Оны естіген Әбекең жылап Сәбеңе барады. Барлық жағдайды түсіндіріп айтады. Ара түскенін қалайды. Ыңқ етпе дейді Сәбең. 2-ші рет оқып шыққаннан кейін кітаптың маған ұнауы мүмкін ғой. Әсіресе диссертацияның. Сөйтіп Сәбең жылап келген Әбекеңе жан ашып, бұрынғы пікірін 100% өзгертіп, оның сәтті қорғап шығуына септігін тигізеді. Сірә Алматыда болмаған болу керек, Мұхаң бұл қорғауға келмеді. Бірер қиқар сұрақ берген Қажым Жұмалиев және басқалар атмосфера жасай алмады. Бұл жолы мен Сәбит Мұқановты тағы бір қырынан таныдым. Қанша білдім десең де, бір адамды тіпті белгілі тұлғаның өзін білемін, жақсы білемін деп, жете білемін деп деуге болмайды екен. Әбділда Тәжібаев диссертациясы кезіндегі мен білем-ау деп жүрген Сәбит Мұқанов мүлдем басқа Сәбит Мұқанов болып шықты. Сәбең туралы маған жұрт не демеді, мен не естімедім. Бір ғажабы, өз басым өзге адамның үлкен сөзіне сенбей, өзімнің кішкене ақылыма құлақ түрем. Содан да шығар мен Сәбеңді жек көріп, Сәбеңе теріс айналып кете алмадым. Ол маған үнемі қарапайым, үнемі көпшіл, үнемі елгезек, үнемі кішіпейіл көрінетін. Ал бұл өзі сирек кездесетін қасиеттер. Ондай қасиеттерге мән бермеу, сенбеу, иланбау менің ақылыма сыймайды. Басқа жанрмен салыстырғанда естелік эссенің өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. Мысалы, прозада қандай образ жасағың келсе, сондай образ жасайсың. Кейіпкеріңе қандай мінез берем десең, сондай мінез бересің. Ал ол тек өз мінезіне лайық әрекет жасайды. Сенің мына кейіпкерің ондай емес. Мынандай. Сен оны бұрмалап суреттеп отырсың да, біреу саған жармаса алмайды. Өйткені ол сенің қиялыңнан туған, сен сомдаған бейне. Естелікте мүлде басқаша. Сенің суреттеп отырған бейнең көркем бейне ғана емес, өмірде болған, біреу білмесе біреу білетін нақтылы адам, кейде тіпті тарихи тұлға. Керек десеңіз, Құдайдың өзі жаратқан адам.
оны бұрмалап көрсетуге ешқандай хақың жоқ. Осы тұрғыдан келер болсақ, Сәбең бойында да біраз кемшіліктер болатын. Ол тап күресі дегенге, пролетариат диктатурасы дегенге, интернационализм дегенге әбден сенген адам. Оның жас ұлпар қоғамына сенімсіздікпен қарауы да сондықтан. Сөйте тұра, сол жас ұлпар істей алмаған шаруаны Сәбеңнің өзі істеді. Ана тіліміздің басына төнген қауіпті бірінші боп сезінді. Алматы қаласында ең бірінші қазақ балалар бақшасын сол Сәбең аштырды. Республика оқу министрлігінің бірінші орынбасары шовинист Щербаковпен тайсалмай айқасты. Оған тойтарыс берді. Қазақ мектептеріндегі қазақ тілі сағатының қысқаруына қарсы тұрды. Екінің бірі оны істей алған жоқ. Дәл қай күні өткен есімде жоқ, әйтеуір 50-ші жылдардың аяғы, 60-ші жылдардың басында Қазақстан Жазушылар Одағында ашық партия жиналысы болды. Өз басым жиналыс атауына жек көрем. Әйтсе де жолдастарым, әріптестерім үгіттеп қоймаған соң, сол ашық партия жиналысына бардым. Қынжыла бардым, бірақ барғаным дұрыс болыпты. Ол жиналыс менің көп нәрсеге көзімді ашты. Қаламдастарымыздың көбі, әсіресе айдаудан аман-есен оралғандар, 30-ші жылдардың ойраны туралы біраз сыр шертті. Ашына сөйледі. Қаламгерлермен бірге сол жиналысқа ойранда опат болған жазушылардың жесірлері де қатынасты. Ілияс Жансүгіров пен Бейімбет Майлиннің үйіндегі қам көңіл шешелерімізді мен бірінші рет сол жерде көрдім. Фатима шешеміз Мұхамеджан Қаратаевты жерден алып жерге салды. Ілияс айдалып кеткеннен кейін Қаратаевтың үйлеріне басып кіргенін, ақынның кейбір қолжазбаларын жыртып туалетке ағызып жібергенін, аузы мұрнынан шығып әрең отырған жүкті әйелді көшеге айдап шығып, Болат деген ұлын мұз үстінде босанғанын ашынып айтты. Өтірік десеңдер, мына отырған Бейімбеттің жесірінен сұраңдар. Нәрестенің кіндігін осы кісі кесті деді. Біраздан кейін мінбеге Хамза Есенжанов шықты. Ол кезде, деді Хамза ағамыз, сотқа 3 адам шақырылады. Менің ісіме байланысты Қажым Жұмалиев, Оралдың бір қазақ орысы және Дихан Әбілов келді. Хамза Есенжанов ұлтшыл ма деген сұраққа Қажым жоқ, ол ұлтшыл емес деп, казак орыс жоқ, ұлтшыл емес деп жауап берді. Дихан Әбіловтің олай деуге ерлігі жетпеді. Ол қазір осы залда отыр деп мінбеден түсті. Иә, рас, солай дедім. Олай демеуге менің құдіретім жетпеді. Олай демегенімде менің өзімді айдап кететін еді. Сондықтан сені қаралуға мәжбүр болдым. Бар шындық осы. Қалай десең олай де. Болар іс болды, деді Дихан Әбілов. Бір кезде мінбеге Қасым Тоғызақов деген ағамыз көтерілді. Не бүлдіріп қойғанымды түсінсем бұйырмасын. Түрмеде отырып жылай бердім. Өксіп жыладым. Бір уақытта түрменің бастығы келді. Сен неге жылайсың? Бұл патшаның түрмесі емес, социализмнің түрмесі. Ұялмайсың ба жылауға, деді. Өздері жыларман болып отырған халық осыны естігенде ду күлді, жабыла күлді. Жиналыс ұзаққа созылды. Құсалы қаламгерлер ашу ызасын бүгіп қалмай, іркіп қалмай ақтарып салды. Бірақ мен сол өткен жиналыстың протоколын жазып отырған жоқпын. Есімде қалған кейбір оқшау тұстарын ғана ортаға салмақпын. Тарихтың аты тарих, шындықтың аты шындық. Оны ұмытуға да, бұрмалауға да болмайды. Сондықтан да мен бүйректен сирақ шығармай, барынша әділін айтып бағам. Бірақ қанша еске түсірсем де Сәбеңнің атына айтылған ащы сөз, тіпті өкпе-наздың өзі болған жоқ. Бұл тегін болмаса керек. Сәбең мен ғана емес, менің әкемнен де бірер жас үлкен. Бірақ ол ешқашан адамның жасын сұрап жатпайтын, мән бермейтін. Табиғатынан демократ, табиғатынан көпшіл, алды кең қазақ еді. Кездескен жерде қолтығынан ұстап, іліп әкете беретін. Жас кезінде мен өте ұялшақ, еменшек болдым. Сондықтан ба Сәбеңнің бұл қасиетін жақсы көре тұрып пайдана алмадым. Кеңес үкіметі кезінде көсемдердің туған күніне ерекше мән беретін. 50-ші жылдардың аяғында Владимир Ильичтің 90 жылдығына қызу дайындық жүріп жатты. Қазақ ақындарының Ленин туралы өлеңдерін авторларын оқытып, кино, журнал жасамақ болып, біраз ақынның басын қосып жиналыс өткізді. Ең үлкеніміз Сәбең, ең кішіміз біздің буынның өкілдері болды-ау деймін. Өлеңдерімізбен танысқаннан кейін хабар күтіңдер деп бәрімізді қайырып жіберді. Бірер күннен кейін хабар алдым. Барсам, Сәбеңнен басқа ешкім жоқ. Анықтап көрсем, Сәбең екеуміздің өлеңдерімізді ғана ұнатып алыпты. Енді соларды авторлардың орындауында жазып алмақ.
телестудияға шақырды. Ол кезде хабарлардың бәрі әңгімені жүргізушілермен бірге экранға тура шығады. Сондықтан студия түн ортасына шейін босамайды. Жазып алу сол кездерде басталады. Осыған байланысты Сәбең екеуміз түн ортасында жазылып жүрдік. Ол кісі өлеңдерін жатқа оқиды екен және жаңылмайды. Зердесі таза, дикциясы әдемі. Менде тәжірибе аз, оның үстіне қысыламын. Әйтсе де қысыла-қысыла оқуға машықтанып алдым. Үзілістерде Сәбең әңгіме айтады. Түнгі 3-4-терде үйге қайтамыз. Сәбеңнің қара зимі бар. Шофері мені үйге жеткізіп тастайды. Бірақ күні жеткенде бастан жақты айырылады. Дегенде телевидениеге жазуды аяқталды. Содан кейін біраз уақыт Сәбеңнен көз жасып қалдым. Кейбір адамдармен ұзақ уақыт бірге болдым, бірге жүрдім, тіптен бірге қызмет істедім. Бірақ естелік жазайын десем ойыма ештең оралмайды. Ал Сәбеңмен өмірімде не бар 10 шақты рет кездестім. Сол күндердің бәрі есімде, көз алдымда. Көмескі тартпай, көркін бұзбай, әлі де нұр шашып тұр. Соның бірі Сәбеңнің соңғы қатынасқан жазушылар одағының кезекті съезі. Съезден кейінгі ұйымдастыру пленумы аяқталып тарай бастаған сәт. Қадыр деген таныс дауыстан жалт бұрылсам, Сәбең шайқала басып маған таяп қалған екен. Ассалаумағалейкум Сәбе деп жанына жетіп бардым. Сен осы нешедесің? Жас адам жас санамайды. 31-де болуым керек сірә. Сонда сенің тумай жатып, екі дұшпаның болғаны ғой. Неге олай дедіңіз Сәбе? Жаңа сайлау қорытындысын хабарлағанда қатты мән бердім. Саған 33 адам қарсы дауыс берді ғой. Мен соған мән бермеппін. Ал мен мән бердім. Ғабит болсын, Ғабиден болсын, мен болайын бәрібір. Біз сіздерге қарсы дауыс бермейміз. Қарсы дауыс бергендердің бәрі өз қатарың. Достарың болуы да ғажап емес. Бұл жолы басқарма құрамына таңдап екі жас талант иесін Олжас екеуіңді ғана өткіздік. Ал дәметкендер аз дейсің бе? Солардың көбі қарсы дауыс берді. Құдай біледі, деді Сәбең. Сәбең әулиелік танытты. Бірер жыл өткеннен кейін Шәміл Мұхамеджанов марқұм мас болып отырып, Қадыр кешір, бір топ замандастарың алдын ала келісіп алып саған қарсы дауыс бердік. Ақмақтық әрине деді. Менің Алматыға келгенімнің өзіне бүгінде жарты ғасыр болды. 70-ге де жетіп қалдым. Зерде де тозғанға ұқсайды. Көп нәрсе көмескі тартқан. Біраз дүние ұмыт болды. Осы естелікті жазып отырып қателесіп кетпейін деп күнделіктерге, құжаттарға, кезінде жазылған хаттарға қарап қоям. 1961 жылы жазушылар одағына мүшелікке өттім. Бірде сол мүшелік билетті алуға шақырды. Жаз айы болатын. Әртүрлі себептермен ертерек барып қалыппын. Жұрттың бәрі түскі демалысқа шығып кеткен болулар керек. Ешкім көрінбейді. Жұмыс орным алыс емес, бірақ бір барып бір келіп жүрсем бе деп фойедегі бос орындықтардың біріне жайғасып отырдым. Көп уақыт өткен жоқ, бір кездерде ауыр қозғалып, екінші қабатқа көтеріліп келе жатқан Сәбеңе көзім түсті. Атып тұрып алдынан шықтым. Мезгілсіз уақытта мұнда неғып жүрсің деді. Сәбең әдеттегідей жылшырап. Біреуді күтіп жүрсің ғой шамасы. Иә Сәбе, бүгін мүшелік билеттерімізді тапсыратын еді, соған ертерек келіп қалыппын. Жүр, деді Сәбең. Сосын Ғабит Мүсіреевтің кабинетіне қарай бұрылды. Кіреберісте бір кездері өз қарауында ұзақ жыл жұмыс істеген біраз жастағы толық орыс әйел отыр екен. Соған мына жігіттің жазушылық жаңа билетін маған алып кел деді. Әйел маған қарады. Мен түсіне қойып, Мырзалиев Қадыр дедім. Ол әдегенше алып келді. Менің фамилиям Ғабиттің фамилиясынан салмақтырақ болмаса кем емес. Ал оқырманым 3-4 есе көп. Осы билетіңе өзім қол қоям, өзім тапсырам. Қарсы емессің бе? Сөйдеді де билетке әдемілеп тұрып қолын қойды. Ал енді жазушылар одағының ресми мүшесі болуымен құттықтаймын. Тәртіп бұзып шығып қалып жүрме. Онда ұятқа мен қалам деп қалжыңдады. Бүгін тағы кімдерге билет тапсырылатынын білмеймін, бірақ ішім сезеді. Осы билеттің иесінен мықтысы жоқ деп ойлаймын, деп шын көңілден қарқылдап бір күлді. Дәл қанша жыл өткенін есімде жоқ, бірнеше жылдан кейін жазушылар одағы жаппай билет айырбастады. Ескі билеттерді қайырып алып жаңа билет берді. Ескі билетімді жоғалтып алғанмын деп Сәбең қол қойған билетті тапсырмай қойдым. Ол қазір менің қымбат архивімде сақтаулы. Байқаймын, түлкі қуған аңшыдай Сәбең туралы естеліктің қызығымен ұзаңқырап кеткен тәріздімін, біраз шегінбеске болмас. Есею жылдарының төңірегінде әңгіме сол кітаптың өзі туралы деумен шектелмейді. Айтыстың аяғы қазақ әдебиеті дегенге рухани әлемнің ішіндегі азамат соғысына айналып кете жаздады. Әбділда Тәжібаев, Мұхамеджан Қаратаев,
Зейін Шашкин және басқалар Сәбит Мұханов жағына, Әлжаппар Әбішев, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Тахауи Ақтанов, Ғабиден Мұстафин жағына шыққан тәрізді. Ал Ғабит Мүсірепов, Тайыр Жароков, Жұбан Молдағалиев секілді біраз қаламгерлер аралық позиция ұстауға тырысты. Есею жылдарының төңірегінде бір майдан жүріп жатса, қазақ әдебиеті мен жұлдыз редакцияларының арасында тағы бір майдан пайда болып, оның да оты өрши түскенді. Бұлардың қай-қайсы да жақсылыққа апармайтын жайсыз жайлар еді. Әдебиет пен өнердегі дау мәңгі дау. Ол қай елде болмасын, қай халықта болмасын, әлсін-әлсін жиі-жиі болып тұратын таныс құбылыс. Солай деп қарауға да болар еді. Бірақ бұл айтыстың аяғы насырға шауып, қазақы рең ала бастады. Ең жаманы, бұл ауруда әдеби-саяси идеологиялық нышан басым бола тұра, жершілдік, рушылдық симптомда жоқ емес еді. Ең бастысы, абырой болғанда бұл дау тап-таза аға буынның дауы еді. Жастар әлі келгенінше қалыс қалды. Аға буынның бір ақылдылығы осы бәлеге жастарды араластырғысы келмеді-ау деймін. Өз басым соны байқадым, және солай түсіндім. Өйткені менің басымнан сипап, арқамнан қағып жүрген сәбең де, қолынан келгенінше өсіріп, жауапкершілік жүктегісі келіп жүрген Ғабиден Мұстафин де, Қадыр, сен осы қалай ойлайсың, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, сен өзің қай жағындасың деп сұраған жоқ. Мені бір күні сол кездегі басшымыз шақырды. Жасыратыны жоқ, әңгіме күннен күнге асқынып бара жатқан. Әңгіме сол төңіректе болатын шығар деп жобаладым. Мұндай жағдайда әрі редактор, әрі президиум мүшесі Әбдіжәміл Нұрпейісовпен сөйлеспей ме? Мен кіммін ақылдасатын? Бар болғаны бас редактордың яки Нұрпейісовтің орынбасары ғанамын. Нұрпейісов деп бастады Ғабең әңгімесін. Соғыстан бұрында, соғыстан кейінде жауапты жұмыс істеп көрмеген азамат. Рас, ол жақсы жазушы, бірақ редакторлық тәжірибесі жоқ. Соған қарамай өте жақсы журнал шығарып жүр. Бұл өзі негізінен редакцияда отырған жастардың еңбегі болу керек. Өз басым солай топшылаймын. Ал Нұршайықов тәжірибелі журналист, көпті көрген қаламгер. Өзі де әділ жігіт. Бірақ қазақ әдебиеті дұрыс бағыт ұстамай отыр. Соның бәрі орынбасарының әсері ғой деймін. Жақын арада президиум мәжілісінде сол газеттің мәселесін қарамақ ойымыз бар. Орынбасарды орнынан босатып, басқа біреуді қоятын болармыз сірә. Міне сол орынға өзіңді лайық па деп есептеп отырмыз. Бұл негізінен менің ұсынысым. Қалай қарайсың? Ғабеу, мен сол жұлдызға үйреніп қалдым ғой. Жақсы жазушы болсам деген адамға газеттен гөрі журнал дұрыс емес пе? Бір орынбасарлықты бір орынбасарлыққа айырбастағанда не табам? Мен бірдеңе табасың деп отырған жоқпын. Тапсаң, мені ғана табасың. Жақсы бастамаларыңды қолдаймын. Біздің буын қартайып келеді. Баяғылардың тілімен айтқанда, біздер базардан қайтсақ, сіздер базарға бара жатқан жансыңдар. Үйреніңдер. Әдебиеттің тізгінін сендерге тапсырмағанда, кімге тапсырамыз? Мен сені сыртыңнан қадағалап жүрмін. Өткен әдебиеттің жылдық қорытындысында поэзиядан жақсы, тіптен жақсы баяндама жасадың.